Anlaşım aman жүрші біздердің бағымызға сөйлейік көңілді біз өмірді шүкір деп барыңызға анашым аман жүрші біздердің бағымызға жүзіңнен нұр төгіп жүзге келші жадырап жанымызда мейірімін бөлген әр баласына жан жетпес баласына шын жүрегімде қарамай шамасына құрметі ерекше қасиетін ардақты анашыма мен түгіл жарты әлем бас ұрған патшалар бас иген анасына анашым аман жүрші біздердің бағымызға сүрейік көңілді біз өмірді шүкір деп барыңызға анашым аман жүрші біздердің бағымызға жүзіңнен нұр төгіп жүзге келші жадырап жанымызда. Ой, тамаша, осы жерде байғайшы осы жағай, қошемет бар ма? Ай, тамаша. Анашым аман жүрші біздердің бағымызға сүрейік көңілді біз өмірді шүкір деп барыңызға анашым аман жүрші біздердің бағымызға жүзіңнен нұр төгіп жүзге келші жадырап жанымызда. Бәрекет, анамызға қошемет бар ма? Рахмет, апа келіңізші ортаға. Анамызға қол соғайықшы ағайын бәріміз. Міне, қазақ айтады ғой, Мекке менен Мәдина жерінің ұшы алыс сапары дейді ғой барған кісі. Ата менен анаңды қадірлесең, Мекке болып табылар үйінің іші дейді. Біздің ата-анамыз бар жақсыға, бар сыйға лайықты ағайын. Анасын ардақтаған адам еш уақытта жаман болмайды. Бүгін міне осы анамызға деген керемет кеш баршаңызға құтты болсын дейміз. Әпке, көңіл күй жақсы ма? Өте жақсы. Өте жақсы дегенде өте жақсы қошемет болса ағайын, мынау оң жағыңызға қарап қойыңызшы апа. Бәрін танисыз ба? Бөтен ешкім жоқ па? Жоқ. Онда оң қолыңызды көтеріп қойыңызшы, оң жақ қол соқсын сізге. Сол жаққа қарап қойыңызшы, танимыз ба бәрін?